Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бұл видеода біз Wonky AI ассистентпен қалай жұмыс істеу керектігін, дайын кеңестерді қалай пайдалануды, өз сұраныстарыңызды қалай беруді және алынған нәтижелерді жұмыста қалай қолдануды қарастырамыз. Бастайық. Көмекші бетінде чатбот интерфейсі, сондай-ақ дайын сұраныс мысалдары қолжетімді. Бұл жүйенің мүмкіндіктері мен тез танысуға мүмкіндік береді. Алдымен ұсынылған мысалдардың бірін таңдауға болады. Дайын кеңестер қандай тапсырмаларды жиі көмекшіге тапсыруға болатынын тезірек түсінуге көмектеседі. Осыдан кейін сіз өз сұраныстарыңызды еркін түрде енгізе аласыз. Көмекші сабақ идеяларымен, тесттермен, тапсырмалармен, тақырыптарды түсіндірумен және басқа да білім беру міндеттерімен жұмыс істеуге қолдау көрсетеді. Көмекшінің артықшылығы ол жүйеде бұрыннан бар деректерді, КТЖ, КМЖ және жүктелген материалдарды ескере алады. Соның арқасында жауаптар дәлірек әрі пайдалырақ болады. Алынған жауаптарды сабаққа дайындалу, тест сұрақтарын құру, идеялар мен түсіндірмелер генерациялау және басқа да оқу материалдарын жасау үшін бірден іс жүзінде қолдануға болады. Осымен біздің видеонұсқаулығымыз аяқталады. Назарларыңызға рахмет. Wonky AI ассистентті пайдаланыңыз және платформамыздың басқа құралдарын да келесі видеоларды зерттеңіздер. Wonky әлемінде жаңа кездескенше.